Келестегі қанды қылмыс ана мен қыздың өлімі. Көшедегі жабайы жануарды да олай азапта өлтірмейді ғой. Бұл адамдар ғой, тірі жан, ешкімге зияны жоқ. Ол қыздың екі аяғы мына жақта, екі қолы мына жақта, киімін не жерге шейін түрілген. Осыдан 10 ай бұрын сол титтей қызға переписка қылып жазып жүрген екен. Сен сұлусың, ондайсың, мұндайсың деп. Міне 10 айдан кейін міне екеуінің жанын бірдей алып отыр әзірейіл. Ұшыр жет, сонда да не болсын деп ұстағанды футболка жыртылып кетті да. Ұстасып қалған кезде түрін анық көре алдыңыз ба? Иә, 100%. Кім ол? Мұғалім. Қай пәнді мұғалім екен? Дене шынықтыру деді. Нұрия бір психологқа барған мектептегі. Осындай жағдай болып жатыр, осындай тиісіп жатыр деп айтқанда, апай айтқанда ше, сен өзің кінәлісің, өзің повод бергесін деп айтқан. Сыныптасының сөзіне сенсек, психологтың өзі маман, сен повод бердің деп жатыр. Бұл не деген бассыздық, сұмдық қой ма? Көреміз.